Қаншама әйелдерді білемін, 95% осындай қол өнер, тігу, өру, панч, кесте сияқты қол өнерді өте жақсы істейді. Қараңыздар, міне Dilek құрбым қазір маған көрсетіп, өзінің жасап жатқан өнерлерін мен де кірісіп кеттім, маған үйретіп. Қараңыздар, мінекей ромашкалы жастықтың сырттары қолмен жасалынған. Бұлар не береді үйге? Бұлар үйге жылулық береді, комфорт береді, энергия береді. Кірсең шыққың келмей қалады, демаласың, құзыр береді. Қолдан жасалған әдемі қолөнердің бір түрі. Қараңыздар, жаңа жылға мінекей мынаны да кәдімгі қызыл жастықтың үстіне мына панчты өзі жасап қойған. Бұлар көп түрік әйелдерінің бір мысал ретінде, мысалы менің құрбым Dilek, осыны плюсы деп айтатын едім. Осыны түрік әйелінің бір плюсы. Өте көп кішкентай детальдарға жақсы көңіл бөледі. Сурет салу, бірдеңеден тастардан құрастыру, ағаштардан құрастыру, сол жағына бір енді өзім таңғалам. Соны бір плюсы деп айтам. Тағы да екінші, үшінші, төртінші плюстарын тағы айт десеңіздер, айтайын. Жоқ, осы бір плюсы бізге жетеді десеңіздер, осымен тоқтайын. Не дейсіздер? Не дейсіздер? Мынандай керемет қол өнер бар ма сізде? Осындай өнерлер қызық па сізге? Ойпырмай, мына жастықтар керемет екен. Біз бір заказ берейікші. Бізге де жасап берсін бір 4 жастықтың сыртын, 2 жастықтың сыртын десеңіздер, жазыңыздар. Көрдіңіздер ма? Размерін алады да мынандай әдемі қалың материалдың. И соған осындай әдемі, міне жанды панч дейді. Кесте дейсіз ба, панч дейсіз ба, соны жасап береді. Енді өзім риза болып отырмын. Қараңыздар. Риза болып отырмын. Жазыңыздар. Күтем комментарияларыңызды.